Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жаңа жылдық дастарханға тауық еті және грек жаңғағы қосылған салат дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдын ала қайнатылған тауық етін ұсақтап турап аламыз. Содан соң грек жаңғағын осылай оқтаудың көмегімен ұсақтаймыз. Бос тарелкаға осындай тортқа арналған кальцоны қойып, салатты жинауды бастаймыз. Үйіңізде егер мұндай кальцо табылмаса, майонездің шелегін қолдансаңыздар болады. Формаға ең алдымен алдын ала қайнатылған картопты үзгіштен өткізіп саламыз. Бетін тегістеп болған соң аздап тұздаймыз. Кондитерлік қапшыққа салынған майонезді осылай жағып шығамыз. Картоптан кейін алдын ала қайнатылған қызылшаны да үткіштен өткізіп саламыз. Қызылшаның бетін тегістеп болған соң майонез жағамыз. Тұз себудің қажеті жоқ. Қызылшаға майонезді біркелкі етіп жағып болған соң қайнатылған жұмыртқаны үткіштен өткізіп саламыз. Жұмыртқаны да форманың бойымен тегістеп шығамыз. Майонезді біркелкі етіп жағып, үстіне алдын ала қайнатылған сәбізді үткіштен өткізіп салып тегістейміз. Майонез жағып, үстіне ұсақталып туралған тауық етін саламыз. Менде тауық еті тұзды суда қайнаған, сондықтан тауық етін үстіне мен тұз салмадым. Егер еттің тұзы жоқ болса, сіздерге етті тұздауға кеңес беремін. Еттің бетіне де біркелкі етіп майонез жағып шығамыз. Майонез жағып болған соң, еттің бетіне біркелкі етіп грек жаңғағын себіп шығамыз. Және де оның да бетіне жұқа етіп майонез жағамыз. Консервіленген жүгері салып шығамыз. Жүгерінің де бетін тегістеп майонез жағамыз. Ең соңында үткіштің ең ұсақ бөлігінен өткізілген сырды біркелкі етіп салып шығамыз. Бұл салаттың ингредиенттері бір-бірімен өте дәмді болып үйлеседі. Міндетті түрде жаңа жылдық дастарханға жасап көріңіздер. Сырды салып болған соң, салаттың кальцосын алып тастаймыз. Салаттың бетін кез келген етіп безендірсеңіздер болады. Мен укроп, оливки және консервіленген жүгері, анар, қызылша және сәбізбен безендірдім. Бұл салатты мерекелік дастарханға міндетті түрде жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса және осы жерге дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп және де комментарийға өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келе жатқан мерекелеріңізбен бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.